Bir günü Musa aleyhisselam'a Allah subhanahu wa ta'ala vahiy berdi. Ya Musa deydi, senin birge deydi, Jumaqta bir körüşü bolatın bir adam var deydi. Musa aleyhisselam dua kıladi. Ya Rabbi deydi, sol adamды mаған көрсөтчү deydi. Қазір мына жерден қой айдап өтеді. Содан Musa aleyhisselam қарайды, күтеді. Қараса бір жұпыны келген, ондай түрде, ондай қатты емес. Жай ғана бір кісі қойды айдап өтіп бара жатады. Содан несіне түседі? Ізіне түседі. Қарайды, ондай бір Мусадан артық бір істеп атқан несі жоқ, құлшылығы жоқ. Барып ешкілерін сауып келеді, ешкісін сауып келеді да, сүтін қайнатады, қарап отырады. Сосын айтады, қонақ болыңыз аға, жүріңіз үйге деп танымайды Мусаны. Муса да өзін таныстырмайды. Содан не істейді? Намазын оқиды, дәретін алады, тағы басқа. Қараса бір үйінде бір өте қарт бір әжей бар. Сол піскен сүтке тамақ, екі адамға жететін тамақ дайындайды да, біреуі Муса алейхисаламға береді, біреуін анасына береді да, бір қасық анасына, бір қасық өзі жейді. Содан Муса алейхисалам анасына жаңағы тамағын беріп болғаннан кейін әлгі бала Муса алейхисаламның қасына келеді. Муса сұрақ қояды. Анау апа кім дейді? Менің анам. Мен осылай қарап отырмын. О кісінің қолы, аяғы істемейді, өзім тамақтандырып жатырмын. Муса да сол нәрсені істеп жатыр. Зиярат қылады ауыратын кісілерді. Түсінбейді. Бірақ дейді, сол тамақ жеп болғаннан кейін анаң саған мен түсінбейтін тілде бірдеңе айтты ғой дейді. Я дейді, аға дейді, оның тілін тек қана мен түсінемін. Өйткені 40 жылдан астам осы анама қарап жатырмыз. Біздікілер сәл бірдеңе болса, қарттар үйіне барып тастайды ғой. 40 жылдан астам жүре алмайтын, өздігінен тамақ жей алмайтын, жуына алмайтын, дәретке өздігінен шыға алмайтын анасына баласы қарап жатыр. Қой бағып келіп, сүтін қайнатып, бірінші қонағын разы қылып, одан кейін анасына беріп, анасынан кейін өзі тамақтанып жатқан бала. Сонда бала былай дейді, менің анам былай дейді. Әр 40 жыл бойы айтып жатқан осы дейді. Не айтты дейді? Сен жәннатта Мусамен көрші бол. Сен Мусамен көрші бол жәннатта деп, әр бір жақсылық істегеннен кейін осылай дұға қылып жатыр. Содан бала сөзін жалғастырады. Маған Муса қайда дейді. Муса ол пайғамбар дейді. Оның жақсылығы өте көп. Мен бір асып тасып атқан жақсылық істей алмаймын. Қарт анам бар дейді. Мына қойлар мен ешкілерім бар дейді. Бұлардың барлығына не істеу керек? Қарау керек. Осылайша мен өзімнің құлшылығымды шамалы істеп жатырмын. Азғантай ғой, маған мүмкін емес қой Мусамен жәннатта көрші болу дейді. Сонда Муса алейхисалам не істейді? Жаңағы бауырымызды қуантады. Бауырым дейді, сүйінші дейді. Сенің анаңның дұғасы не болды? Қабыл болды. Алла субханаху ва таала бүгін маған осы нәрсені білдірді дейді. Көрдіңіз ба?